Айман тәтемен өткен түндер. Достарыммен біраз уақыттан бері жүздеспегеннен кейін, біраз ішімдік ішіп, сөйтіп кездесіп, біраз түн ортасына дейін үйге келмедім. Сөйтіп мен бір тәтенің квартирасында бір бөлмесін жалға алып тұратын едім. Ол тәте өзінің күйеуімен тұрады, ал мен жалғыз тек бір бөлмесін ғана арендаға алатынмын. Есікті ашып кірсем, үйдің жарығы қосулы тұр. Мені күтпеген болса керек, Айман тәте теледидар көріп жатыр екен. Ал теледидар болса, есікті аша салысымен бірден көрінетін. Есікті ашқан кезде бірден қонақ бөлмесі, яғни теледидар тұратын бөлме еді. Айман тәте мені бақылаған жоқ, ұйықтамай мені күтіп жатқан екен. Енді мен сол пәтерде тұрғаннан кейін мүмкін күтіп жатқан шығар. Сөйтіп теледидардан ол үлкендер көретін видеолар көріп жатыр екен. Менің кіргенімді сол кезде ғана байқады. Сөйтіп бірден тұрып халатын, киімдерін етегін дұрыстап, сөйтіп оның бір жақ саны жылтырап жатқан мен келген кезде орнынан тұрды да жаңағы қонақ бөлменің есігін жабайын деп жатқан кезде мен жабуына кедергі жасап қалдым. Сөйтіп маған айтты, ішіп алыпсың ғой деді да. Сөйтіп жаңағы сол сенің ішімдігіңнің иісін иіскесең мас болуға болады, сенің демің шығарғаныңа деді. Сөйтіп мен бөлмеге кірдім да жаптым есікті. Сөйтіп айттым, ағам қайда деп едім. Ол жаңа осы бір туысы қайтқанын естіп, аяқасты жолға шығып кетті деді. Ағам ауылға кеткен екен. мен бұл кісілерді негізінде мүлдем танымаймын. Сөйтіп айттым, ағамыздың жоқ екендігін теледидардан көріп жатқан видеоңыздан ақ бақыладым деп прикол ұстап қалдым Айман тәтеме. Сөйтіп өзі жаңағы Айман тәтем бойы ұзын, жаңағы 18 жастағы қыз сияқты да, денесі арық сондай. Ал негізі шынайы жасы 50-ден асқан, 51-52 жас шамасында. Ал күйеу болса өзінен бір шамамен 15 жастарға үлкен. Өзім білмеймін неге екендігін. Жаңағыдай масайрап келгенімнен болар, жаңағы Айман тәтеммен аяқ асты әңгіменің тақырыбы жаңағыдай ұятсыз тақырыптарға ауысып кетті. Сөйтіп ол мен де енді ішімнен ақтарылып әңгіме айтып жатқаннан кейін ол да ішіндегісін шығарып маған айтты. Өзіңнен кішкентай әйел алма, өзіңнен үлкен де әйелді алма деді маған. Өзіңнің жасындағы қызға үйлен, денсаулығыңа қара деді. Неге ол тақырыпты айтып жатсыз? Енді әйел деген, қыз деген ер адамнан кіші болу керек қой, жас дегенде маған былай айтты. Мен жас кезімде, жасым 20-ларға таяған кезде, университеттің соңғы курстарын оқып жүрген кезде, менің өзімнің жүріп жүрген жігітім бар еді деді Айман апай. Сөйтіп үйге қонақтар келді, әкемнің достары, ескі бір достары үйге қонаққа келді. Сөйтіп қонақтар кеткеннен кейін менің келісімімсіз маған құда түсіп кеткен, тойдың күнін белгілеген, сырға салу күнін белгілеген. Сөйтіп мен көнген жоқпын, қанша жыласам да, бірақ әрине әке шешемнің айтқанына мен шыға алмадым. Ең жаманы не дейсің ба? Ең жаманы ол жігіттің менен почти 20 жасқа үлкендігі деді. Жаңағы кісі ғой енді үйленгені 15 жасқа үлкен. Енді ол кезде менің жасым 20-да болса, ол кісі 35, енді 40-қа таяған шағы еді. Сөйтіп мен кәдімгідей өмірден түңіліп, менде депрессия болып, өзіме қол жұмсағым келген кездерде болды. Бірақ амал жоқ, өзімнің жігітіммен қоштасып, жаңағы үлкен еркекке күйеуге шықтым. Басында ол момын болды. Кәдімгідей қой аузынан шөп алмайтын, айтқанымды істейтін, ешкіммен ешқандай шаруасы жоқ, жұмысына барады, келеді, заводта жұмыс жасайтын, жалақысы сәйкесінше өте жақсы ақша табатын. Бізде ақшадан жоқшылық болған жоқ. Сөйтіп ақшасы бар еркек не істейді? Ішімдікке құмар бола бастайды. Ол маған дейін де ішімдікке құмар болған екен, бірақ ол үйленгеннен кейін өнерін шығара бастады. Жұмыстан кейін кеш келіп, жұмыстағылармен жаңағындай ащы судан сілтеп келетін, мені ұруды бастады. Сөйтіп ойладым, болды, мен бұл еркекке шыдамаймын, мен бұл еркекті тіпті жақсы көрмеймін де, ішіп келетіні бар, мені ұратыны бар. Мен енді жаңағыдай ұрғаннан кейін
қайтып кетем деп ойладым да ажырасып. Бірақ біздің заманда қайтып келген қыз жаман, төркінге қара бет болғым келген жоқ. Сөйтіп жарайды деп бірге өмір сүріп жалғастырдық. Бірақ сол жаңағыдай осы ішіп келуден кейін 5-6 жылдан кейін оның денсаулығы нашарлай бастады. Яғни еркектік белсенділігі төмендей бастады. Емдел, дәрігерге қарал дедім. Әрен дегенде көндірдім. Бірақ басында мен денсаулығым жақсы, ол сенен деп менен көріп басады. Сөйтіп ол негізі өзінің жұмысының кесірінен, яғни заводта ауыр заттар көтереді, содан жаңағыдай бездеріне қайттан қалпына келмейтіндей зақым тиген. Енді біздің жаңағыдай жыныстық өміріміз не болады деген менде уайым болды да. Бізде енді күйеуімнің табиғи жаңағы белсенділігі қайттан қалпына келмейтіндей өзгерді. Содан кейін мен күшейе бастадым, мен жаңағыдай ер адам іздей бастадым. Сөйтіп мен оған ойыма келген нәрсені істейтін болдым ұйықтап жатқан кезімізде. Мен тастап кетеді деп қорықтым, әйтеуір барлық айтқан нәрсемді істейтін тұғын. Бірақ қазір уже содан бері бізде 10 жыл уақыт өтті. Біз тіпті төсектік өмір дегенді ұмыттық. Дәрігер айтты, бұл дәрілер енді әсер етпейді деді. Біздің ішкен дәріміз жаңағы шамамен 5 жылдай әсер етті. Оның өзінде керемет сапалы болған жоқ ол дәрілер. Сөйтіп төсектің қызығы дегенді біз ұмыттық. 10 жыл болды. Сен мені түсін, мен жаңағы кинолар не көріп жатқандығымды сен менің жасыма келгенде түсінерсің. Мүмкін әрине түсінбей қойғаныңды тілеймін әрине, бірақ менде жағдай сондай деп Айман тәтем ішіндегісін ақтара бастады. Сөйтіп енді күйеуім жай ер адамның рөлін орындай алмағаннан кейін үйде жүрген жай бір бейбақ болды деді. Сөйтіп мен айттым, Айман тәте, мен сізді түсіндім дедім де, белінен құшақтап ап, мойнынан аймалап сүйе бастадым. Бірден төсекке тарттым. Ол кісі маған қарсылық танытқан жоқ. Себебі өзінің енді Айман тәтем қазір 51-де болса, оның күйеуі 70-ке таққан. Тем более қазіргі кездің үлкен кісілерінің денсаулықтары онша қатты күшті емес. Сөйтіп керемет дыбыстар шығып, шаруамызды тындырдық. Ішімдіктің әсерінен ба, білмеймін, әйтеуір маған бәрі ұнады. Демалып, бір рет емес, бірнеше рет Айман тәтемнің жаңағындай батасын алдым деп айтсам болады деп кейіпкер әңгімелеп отыр бұл әңгімені. Сөйтіп ағам келген жоқ ол түні, енді ауылға кеткеннен кейін. Сол түні Айман тәтем менің қойнымда болды. Менді не істесем де көнді ғой, былай айтқан кезде Айман тәтем. Содан ол маған риза болып, таңертең маған шай қойып беріп, менде бұндай жағдай соңғы 25 жылда болған емес деді. Мен күйеуге шыққалы бері мен еркектің күшін, жаңағыдай еркектің энергиясын, еркектік белсенділікті дұрыс көрген жоқпын, мен дұрыс сезінген жоқпын деді. Бірақ мен күйеуімнен басқа ер адамдармен болған емеспін деп Айман тәте айтып жатыр. Сөйтіп не керек? Мен Айман тәтеге, Айман тәте менің қызығымды көріп, кейде ағам жоқ кезде менің бөлмеме түн ортасында мені оятып, маған менің бөлмеме өзі келетінді шығарды. Ағам жоқта жиі қосылып тұратынымыз. Әрине менде табиғи заңдылық, ер адам ішінде, әйел адам ішінде, әйел еркекті, еркек әйелді іздейді. Бірақ мен ақыры сонда ол үйден көшіп тыңдым. Әрине Айман тәте мені қимай, көзіне жас алып шығарып салды деп кейіпкер өз әңгімесін аяқтайды. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Айман тәтеге қандай ақыл кеңестеріңіз бар, қандай ойларыңыз бар, Айман тәтенің жасаған әрекеті дұрыс па? Негізі отбасы болғаннан кейін, отау құрғаннан кейін еркектің жасы да, әйелдің жасы да бір-біріне сай келіп, денсаулықтары да сәйкесінше соған лайықты болу керек деп ойлаймын. Сіздердің ойларыңыз қандай? Қазіргі таңда Айман тәтеміздей күн кешіп жүрген тәтелеріміз көп па? Қалай ойлайсыздар? Сау болыңыздар.